Эй, привет! Давай, бірден. Аяқ киім шешіп берейін ба? Қазір, тоқта. Мәна, ұста камераны. Ұста камераны. Бетіңе түсір осылай. Шеш аяқ киіміңді. Молодец. Тудун, давай, Amazon туралы. Ол наоборот, не тиін деп жатыр ғой? Не тиін деп жатыр? Кейін деп, кетейін деп жатыр ғой. А, сен кигізіп бер дедің ба? Жоқ, шешіп бер деді. Кигіз деді. Шешіп бер дедің ба, кигіз дедің ба? Что вы будете покупать? Мама сказала, классную куртку. Какая у тебя классная футболка, у нее тоже Казахстан деген. А это что, ваша камера? Да, это камера. Хочешь что-то сказать? Нет? Ладно. Amazon келді, я? Қанша күн күттік? Amazon 4 күн ба күттік қой. Лос-Анджелесте бүгін бересің, ертең сразу келетін еді. 5 күн даже пятница күні келіп тұр ғой. Я. Бірақ разницасы қандай? Лос-Анджелеста біз апартментта тұрғаннан кейін астына неге алып келетін, енді консьержға. Иә, мында үйге алып кел. Уайымдамайсың да затты, иә? Мынаны распаковкасын келесі влогтан көріңіз деп қояды. Өтірік айтамын, екі подушка ғой, соны келесі влог қылып распаковка жасаймыз. Шли андай подушканы андай не интриговать етіп айтып жатыр ма? Сәлем! Бүгін біз кофе аур дегенге барамыз. Кофе аур деген ол айдына күшті түсіндіреді. Интернациональный студенттерді каждый пятница, каждый деп өзімше орысша айтып жатырмын енді. Әр пятница күні, әр жұма күні 5-тен 6:30-ға дейін болады. Сол жерде әр мемлекеттің тамағын береді, кофе деп тұрғаннан кейін кофе береді. Сол жерде таныс, тамыр, туыс дегенді іздейміз ғой, короче. Чтоб Павлату бір жерге кіріп кету үшін. Қыздармен таныса бола ма? Иә, болады. Бүгін қыздармен танысамыз. Ойбай, таныса беріңіз, құрсын. Аспан бұлттанып тұр, жаңбыр жауайын деп тұр. Бұл Флорида. Флоридаға қош келдіңіздер. Бұл сіздерге Калифорния емес. Біз жақта күнде жаңбыр. Остановкалар қайда десеңіздер, міне остановкалар, міне осындай қараңыздар. Бір ғана скамейка тұр, болды. Акимат қайда қарап тұр? Міне осылай төлейді, валидатор арқылы қалаңыздар. No, that's the FSU card. That's all she needs. Тегін бе екен? Okay, yeah. Do he need a transfer? Yeah. Is he getting on another bus? No. Y'all sure? Yeah. Okay. Yeah. I paid for him and mine is FSU card, so we all good, correct? Right, because are y'all going to another bus? No. Okay. Transfer? Не қымбат достар, автобустың іші жалпы жол жүру құны қанша? 1.25 ба? Бір адамға $1.25 екен. Ал айданаға тегін себебі ода FSU университетінің несі бар, андай студенческий картасы. Талхаси қаласында барлық автобустарға студенттерге тегін екен. Күшті. Сосын Айшатайға тоже тегін. Жаңа бір кісі кіріп бара жатыр, біздің коляскаға аяғы сүрініп құлап қалды. Сосын жүргізуші бізге ұрысып берді, коляскаларыңды бір жеріне қойыңдар. Бұлай орындықты көтеріп, сол жаққа қойып қойдық. Айтпақшы адамдар отырды, міне қарасаңыздар болады. Қазір басында екеуміз ғана болдық, Айдына екеуміз, Айшатай үшеуміз. Қазір біраз адам отырды. Кішкене алып, қанша қалды? 2 остановка қалды. Байқағаным, ақшта осындай автобустарды көбінде әйел адамдар жүргізеді екен. Бұлай бір қарасаң, бір қаланың ішінде жүрген сияқтымыз. Но, бірақ біз дәл қазір қаланың ішінде емеспіз, біз Айдананың университетінің кампусында жүрміз. Кампус деген, яғни, бірақ қала ғой, қалашық қой, былайша айтқанда. Бізде мысалға Казгу қалашығы деген сияқты, иә. Басқа жоқ қой, қалашығы бар университет. Или бар ма, СДУ-да бар ма? Білмеймін. Короче, бәрі бар. Міне, мынандай қыздар бар. Мынандай машиналары бар, қараңдар, дерзкий. Танысақ қыздармен? Міне қыздар, қараңдар, Билли Айлишер. Университеттің территорияларында мынандай emergency деген таблолар өте көп. Бұл, яғни, чрезвычайный ситуация болып қалса, мынаны бассаңыз сізге көмек келеді. Ол деген медициналық тұрғыдағы көмек па, әлде андай полицейскийлар келе ма, ол жағын білмеймін енді, тексеріп көру керек. Бірақ менің ойымша, андай универсал адамдар келеді. Міне, бүгін event today дейді. Мінеки уже адамдар кофе ішіп жатыр. Айтпақшы, қараңыздар, бүгін жаңбыр жауып жатыр ғой, барлығы зонтикпен жүр. Және де осы университеттің көп барлық зданиялардың ішінде міне арнайы мынандай пакеттиктер тұрады. Бұл деген зонтиктарға арналған. Яғни су зонтигінде алып кіруге болмайды. Осындай пакеттикқа саласында өзіңмен ұстап жүресің. Ана жақтан регистрация жасайды екенсің.
Білмеймін, адамдар видеоға түсіргенге қарсы емес пе, бірақ әзірше түсіріп жатырмын. Мен сіздерге тез көрсетіп шығайын. Шын мына жақта білмеймін, пирогтар таратып жатыр. Адам өте көп. Мына жақта, скорее всего, очередьқа тұрасында, міне кофе аласың. Тегін кофелар, сосын ары қарай кіресінде общение, печенье. Міне. Студенттер. Андай кинодағы сияқты ғой, атмосфера болады ғой. Колледжда. Я. У меня такая же футболка есть. А ты тоже из Казахстана? Да. Откуда? Алматы? Да, я тоже родился в Алмате. Родился в Алмате, здесь учишься? Да, ну уже 10 лет назад приехал. Да? Круто. Аблай зовут меня. Она тоже с Казахстана. Казахстана? Да. Здравствуйте. Казах. Жаңа оқырман тауып алды. Міне қараңыздар, мен көз алдымда, мен каналыма кірді да подписка жасады. Рахмет үлкен. Қазақша сөйлейсің ба? Нет. Жалко. Ладно. Все, рахмет үлкен. Саят, таныс болыңыздар, Саят. Саят және Даяны. Қазақстанның азаматтары осында оқып жатыр. You don't mind if I making video? No problem. That's for my video blog in YouTube. That works. Таныс болыңыздар, достар. Hello. You can say a couple words for the Kazakh people. All right. Well, hi, I'm Aryan. I'm from Florida, and I just want to say to the Kazakh people, you know, not many of us know about you, but the ones that know about you, we love you, all right? And I plan to come to Kazakhstan, Uzbekistan, do all the Central Asia trip, one time in my life at least. Yeah, That would be great. Yeah. So big love. Peace. And your favorite food? Oh, plov. Love. Yeah, love. Okay, thank you. My friend is Uzbek. Міне Айдына маған кофе алып келіп берді. Атмосфера андай киноларда болады ғой. Молодежный кинолар, колледж туралы сондай сияқты. Ішінде адамдар көп, бәрі короче тусоваться етіп жүр. Здравствуйте. Қарап тұрсам бәрі жастар ғой, кішкентай. Примерно енді бір 2003-2004 жылғылар шығар енді шатаспасам. Өзімді андай шал сезініп жүрмін ғой. Сол достар, міне қараңдар. Міне. Айдына екеуміз негізі диета ұстап жүргенбіз, бірақ бүгін тәтті жеп жатырмыз. Өздері береді, мында кофе береді, и сладкий береді. Бәрі тегін кофемандардың арманы ғой. Айтпақшы, міне мына жақта тағы бір аудитория бар. Бұл жақта бірақ тып-тыныш адамдар, более интеллигентный сияқты, жай сөйлейтін. Ай. Сол. Міне қыздар кофе қойып алып жатыр. Бұл іс-шараның мақсаты қандай? Әр жұма күні сайын FSU-да оқитын шетелдік студенттер осы жерге жиналып, жай ғана кофе ішіп, соның барысында әңгіме дүкен құрады, бір-бірімен танысады. Көріп тұрсаңыздар, жердің түкпір-түкпірінен келген студенттер жиналған. Міне. Ал мен өзіме кофе құйып алайын. Жарайды, енді шетелдік студенттер жүрген іс-шараға келгеннен кейін бір қызықты нәрсе істеп көрейік. Дәл қазір мен кез келген 5 адамға барамын да Қазақстан жайлы не білетіндерін сұраймын. Окей, кет. Hey, how you doing? You don't mind that I make a video? You don't mind? You do? Okay. My name is Abel. What's your name? Yeah, Abel. Amani. Amani? Okay, where are you from? Originally from Jamaica, but I moved to America when I was 10. I'm from Kazakhstan. I wanna ask, do you know something about Kazakhstan? No. No, nothing? Do you know where is it? It's from the east, right? Central Asia. Yeah, next to the Russia and China. Oh, in that area. Yeah, bordering to... Oh, yeah, it's right. Oh, it's right. It's very big country. Бірінші адам Қазақстан жайлы ештеңке білмейді екен. Кеттік ары қарай. Hey guys, what's up? Good. I just want to ask. I'm from Kazakhstan. Okay, nice. So, do you know where is it? Oh yeah, I know where it is. You know? Yeah. Do you know something about Kazakhstan? I know the capital was changed to be named after the president for a long time. Yeah. And the largest city is Almaty. Almaty, yeah. I'm from Almaty. Oh, nice. Okay, where are you from? I'm from the United States, from Pennsylvania. Pennsylvania. How about you? I'm from Ohio, also United States. And you? Haiti. It's a Caribbean country, island. Island? Nice to meet you guys. Thank you. Yeah, have a good day. One question though. Yep.
How many people have mentioned Borat to you? Have you talked to anyone else about About the Kazakhstan? Kazakhstan? You only second. Okay. We're the second people. Okay. Don't bring up Borat. That's why I said. That's why I Did didn't you say see it. Borat? That's why I didn't say it. Did you see Borat? I've never seen Borat. No. No. I'm just saying. That's So since we're the first ones to ask you, you got to come back and tell me how many people mentioned Borat. Isn't it in Central Asia? Yeah. Cool. Where are you from? I'm from Orlando, but I'm from Orlando, but I'm Filipino. You? Where are you from? Here. Here? Yeah. Okay, nice to meet you. Bye, have a good day. Nice to meet you. Thank you. Міне, мына столдағы жігіттер Қазақстан туралы көп біледі. Жоқ, қалайсыңдар жігіттер? Вот, өзіміздің жерлестеріміз Қазақстанның балалары. Вы нормально, да, то, что снимаю? Нормально? То, что снимаю, нормально, да? Нормально? деньги, пожалуйста. Вы не говорите на русском? Hi, my name is Abu. Hello, nice to meet you. What's your name? Hello. Lo? Nice to meet you. Where are you from? I'm American. American? I have a question. Do you know where is Kazakhstan? Kazakhstan? Yeah. Yeah. I have friends from Kazakhstan. Really? I worked with them this summer. That guys? I know that he's from Kazakhstan. But this summer I worked with a couple girls from Kazakhstan. Thank you. Yeah, no problem. Great English. Сен, что ты знаешь про Казахстан? Страна великая. Таныс болыңыздар, Лейла. Layla, Abel, nice to meet you. И Nice to Sabira. meet you too. So, Layla, where are you from? I'm from Syria. Syria? Yeah. Okay. I'm Syrian Argentinian actually. Argentinian? Oh, nice. Okay, are you a student? Yeah, I'm a student here. Okay. So, do you know something about Kazakhstan? No, not really. No. I'm sorry. Okay, that's fine. I'm promoting Kazakhstan. What do you know about Kazakhstan? This is my home country. Қымбат достар, адамдармен әңгіме соғып, қалай уақыт өтіп кеткенін байқамай қалдым. Дәл қазір бәрі кетіп қапты. Айналама бір қарасам, қараңыздар. Іші уже пустой, бәрі қайтып кеткен. Міне тек осы адамдар қалды. И мен қазір оларға ұсынайын деп жатқаным, өзіміз отырып шай ішейік. Сол гүлденген әлем, Талахасидан сәлем. Жаңағы іс-шарамыз бітті. Адамдармен араластық, жаңа достар таптық, күшті, ұнады маған. И осындай іс-шара әр жұма күні сайын болып тұрады екен. Келесі жұмада келуге тырысамыз. Айтпақшы, біз келген жылы Талахасиға 2020 жылы мүлдем қазақтар болмаған. Тек бір қазақтар болды бізді күтіп алған. Ерслан мен Сандуғаш деген біздің достарымыз, солар ғана болды. Қазір міне 2 жыл өтті, біз қайтып келдік Талахасиға. Қазақтар прям жетерліктей, енді шли Лос-Анджелестағы сияқты емес. Бірақ бір примерно бір 15-20 шақты қазақ бар сияқты. Әне қыздар фотоға түсіп отыр. Тың. Қымбат достар, біздің арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комменттер қалдырыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Давайте тезірек 100 мың қылсайық. Короче, ана жерге барсақ, $10 ғой кіріп тамақ алуың. Буфет па? Я буфет. И бір шала злой какой-то. Reusable, мынаны ал деп береді, сөйтіп мынаны $5 қалды бақандай. Мынау айдына алған бургерді, и жаңа алып келатты да құлатып алды. Жерге. Ана сандуқ плотын алған. Міне қараңдар. Осының бәрі $5 ма? Жоқ, $10. $10. Менікі не, милплан $6. $6. Милплан сатып алғам алдыда бүгін. Сенікі планмен ба? Hold the baby. I mean, I was just wondering. Қараңдар, Uber шақырғанымыз ғой, мынандай американский стильдағы Ford келді, ал. Мына американский машинелер жиналып отыр. Артқа қой беріңдер, дейма? Коляскасын артына қой деп жатыр соны. Артына қоясың ба, ішке қоясың ба, бәрібір деді. Санду сен күштілесің, давай сен енді олып О, жүрме. автокреслосын бөліп алды. Мынау қайда қалды скелеті? Leftover. Мексиканский хаты бар екен. Yeah, all good. It's not, probably. How many people going? Three with a baby. Да, Америкада автокреслодан баланы отырғызбаса, штрафы қымбат. €1000 кетіп қалуы мүмкін. 1000-2000 ой, евросы емес, доллары. Ой, бәле екен ғой, американский машина, жаман екен. Зато бәрі сүйді. Пока! Үші көрініп тұрма жоқ па білмеймін, міне қараңдар. Американский пикаптардың іші. Kazakhstan. Do you know where is it? Here. Yeah, it's south of Russia.
Yeah. I believe. Yeah. That's right. Possibly on the Caspian Sea. Yeah. Yeah, that's right. Міне осындай іші артандай. Іш көрмейді де шығар. I think they do a lot of oil over there too.